Қан басым неге жиі түсіп кетеді? Иммунитет неге әлсірейді? Және бұған құрттардың қандай қатысы бар? Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, денсаулығын ойлайтын әр адамға қош келдіңіз. Кей адамдарда қан аз, қан қысымы жиі түседі, басы айналады, әлсіздік кетпейді, иммунитеті төмен. Ал тексерсе, айтарлықтай ауру жоқ. Сонда сұрақ туады, бұл неден? Бүгін біз қан неге азаятынын, неге сол кезде қан қысымы да түсетінін, миға қан жетпегенде не болатынын, иммунитет неге әлсірейтінін, және ең бастысы, адам ағзасында болатын құрттар, олардың түрлері мен салдары туралы ашық, нақты айтып береміз. Қан азайса, қан қысымы төмендейді, миға оттегі жетпейді, әлсіздік, бас айналу пайда болады, иммунитет бірге құлайды. Бұл бір-бірімен тығыз байланысты процесс. Енді маңызды сұрақ, ағзада қанша түрлі құрт бар? Ғалымдар адам ағзасында өмір сүре алатын 300-ден астам паразит түрін анықтаған. Бірақ күнделікті өмірде жиі кездесетіндері 3 негізгі топқа бөлінеді. Бірінші, дөңгелек құрттар, нематодтар. Мысалдар: аскарида, анкилостома, некатор, острица. Қайда өмір сүреді? Аш ішек, тоқ ішек, кейде қан арқылы өкпе, бауыр. Не істейді? Ішекті зақымдайды, қан сорады, токсин бөледі. Салдарынан пайда болатын аурулар: қан аздық, темір жетіспеу, қан қысымының түсуі, әлсіздік, іштің кебуі, аллергия, иммунитеттің төмендеуі. Екінші, лента құрттар, цистоттар. Мысалдар: солитер, тения, эхинокок. Қайда өмір сүреді? Аш ішек, кейде бауыр, өкпе, ми. Не істейді? Тағамдағы темірді, В12 витаминін, ақуызды толық өзіне тартып алады. Салдарынан ауыр қан аздық, иммунитеттің қатты әлсіреуі, жүйке жүйесінің бұзылысы, салмақтың түсуі, ішкі органдардың зақымдануы. Үшінші, сорығыш құрттар, трематодтар. Мысалдар: апистурх, фасциола. Қайда өмір сүреді? Бауыр, өт жолдары, ұйқы без. Не істейді? Өттің жүруін бұзады, бауырды улайды, ағзаны созылмалы улануға ұшыратады. Салдарынан бауыр аурулары, өттің қоюлануы, ас қорыту бұзылысы, иммунитеттің төмендеуі, тері аурулары, созылмалы шаршау. Құрттардың салдарынан қандай аурулар пайда болады? Құрттар тікелей емес, бірақ жүйелі түрде мына ауруларға әкеледі: қан аздық, анемия, төмен қан қысымы, жиі бас айналу, иммунитеттің әлсіреуі, асқазан, ішек аурулары, бауыр мен өт аурулары, аллергия, жүйке жүйесінің әлсіреуі, ұйқысыздық, созылмалы шаршау. Ауру бір күнде пайда болмайды. Ол жылдар бойы ағзаны іштен әлсіретудің нәтижесі. Құрттар ағзада қанша жыл өмір сүреді? Бұл көп айтылмайтын шындық. Острица бірнеше ай, аскарида 1-2 жыл, анкилостома 5 жылға дейін, лента құрттар 10-20 жылға дейін. Олар жасырын өмір сүреді, бірден белгі бермейді, бірақ жылдап қан сорады, улайды, әлсіретеді. Енді ең маңызды сұрақ: бұдан қалай құтыламыз? Ағзаны дәріге байламай, табиғи жолмен қалай қалпына келтіреміз? Келесі видеода мен сіздерге құрттардан табиғи жолмен тазарту, ішекті, бауырды қалпына келтіру,
қан түзілуін қайта іске қосу, иммунитетті көтеру, организмнің өзін өзі емдеу, қабілетін ояту жолдарын толық ретіменен түсінікті етіп түсіндіріп беремін. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, лайк басып каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл сіздің денсаулығыңызға салынған инвестиция және бізге үлкен қолдау. Ағза өте ақылды жүйе. Ол өзін өзі қалпына келтіре алады. Тек оған дұрыс себепті тауып, дұрыс бағыт беру керек. Келесі видеода сол жолды бірге бастаймыз. Аман болыңыз.